Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін 14 қыркүйек, таңғы 8. Біз Набира екеуміз тауға шықтық. Большое Алматинское озеро, Бау дейді. Сол жаққа баратымыз бұйырса. Тып-тыныш. Тек табиғаттың дауыстары ғой. Осы жолмен шамамен 5 шақырымдай жүруіміз керек. 700 метр биіктікке көтерілеміз. Құдай қаласа жолымыз болсын. Мына жерден тышқан тауып алып қараңыздар. Осы бір жиі кіріп кетті, иә? О, міне жүр. Оп. Әне қашты. Бұлай көзге көрінбейді, бірақ қаншама тіршілік бар ғой мынаның арасында. Мына бері тышқанды көріп қойды. Жақсы келе жатырмыз. 1 километр 200 метрдей жүріп тастадық. Курткамызды бір кидік, бір шештік. Бір терледік, бір жаурадық. Бірақ күшті. О, мына суларыңыз. Жүр ана оқи қана. Біз бірінші рет шығып жатырмыз. Сондықтан нелерге, сілтемелерге қарау керек. Так, 2-3 сағат дейді. Құбыр бойымен жол 3 километр 2-3 сағат. Настроение кетті. Отрубе деген тұрған жоқта оламыз, сонымен жабысып жүреміз. Ал енді мына тым жақсы асфальт жолы осы жерден бітеді. Мынандай жер жолға дейін жеттік. Шлагбаум. Осымен кетеміз енді. Біраз жүрдік. Күлет шығар. Тауға шығып жүргендер көрсе, біраз жүрдік дегендерің осы ма деп. Біз үшін бұл деген жақсы бір жүргеніміз ғой. Трубан бойымен кетеміз енді. Қандай әдемі, ә? Кәдімгі көріністің өзі энергия беріп тұр ғой. Бірақ бірінші рет шыққан адамға қатты қиын деп айта алмаймын. Енді демалып жүрміз ғой, асықпай. Құдай қаласа амансын жете алайық. Жақсы көріністер әлі алда сияқты ғой. Бір мәселе болды. Біздің жолымызда өзен ағып жатыр екен. Өзенді кешіп өтуіміз керек. Не істейміз білмеймін. Ё-моё. Тастар істеп қойған екен, мост. Байқап өт, Набира. Біз қиыншылықтардан қорқпаймыз. Тек алға. Біреу езіп кететін шығар, Ё-моё. О, Набира кетті. Көбелектерді видеоға түсірейін деп қалып қойдым.
Прямо форме отмашмын. Да? Тұрған бойымен келатырмыз. Енді олай. Ана жігіттер тұрғанның үстімен келеді. Жақта үстінде сондай жүретін жол бар дейді. Қаласақ та қалмасақ та соның үстінде жүретін боламыз қызды. Абайлап жүрек. Қайда бар? Шалда көрмейді ғой даже. Көрдің ба? Лестница бар. Енді амал жоқ қой. Абайлап жүрек. Апай, камера бір қарап қайтысың. Бірақ болады, е? Әлі қараңыздар. Қанша өмір бізге. Енді бастап атқан сияқты ғой біздің поход. Ал мынау біздің жолымыз. Мынандай болып кетті. Мынандай өте крутой троспен тартып жүресің бүйтіп. Хоппа, хоппа. Ал біз жарты жолға жеттік. Шамамен 2,5 шақырымдай қалды. Қазір сіздерге қандай көріністер ашылып жатқанын көрсетеміз. Жүріп келе жатырмыз. Тастар басталды, енді жол кішкене қиындады. Жолдың бітетін түрі жоқ. Демалыс алып жатырмыз. Жолды қараңыз. Тас болған ғой, тас болып кеткен. Осымен жүреміз. Дайынсың ба? Кеттік. Тұрған бойынан шықтық. Осындай әдемі жерге. Жер жол. Керемет жер. Көзің тоймайды, е? Бұндай жерге қарап. Наверное, максимально түсіріп атсың ба бәрін? Стористарға салатын суреттерді. Ассалаумағалейкум. Ой, сағым қапты, көптен бері көріспегенбіз. Мына досымызбен. Күшті. Давай бір круассан жеп алайық. Қараңыз кетмәне. Ташканы. Жейсіз ба? Жете алайық соға дейін. Қазір қарным тойғаннан кейін же қиындап кетеді. Жол шықтан шымен тұрасың. Кеттік. Жер жолмен. Ауыздан кішкене бу шығып тұр. Ауа райы да күшті, керемет болып тұр. Аспандарыңыз қандай көкпеңбек. Бүгінгі ауа райы нағыз осындай походтарға арналған екен. Ох ты, қандай вид. Асфальт жолы құрсын. Айналып жүреді екен. Қайтадан өзіміздің жер жолға түсіп алдық. Артымызда қалды асфальт.
мына жақ труба. Міне құбырдың үстімен кетіп бара жатыр адамдар. Бізге мынау дұрыс сияқты. Жермен. Не істейміз? Дронда. Дронда? Туылғанша. Сен көріп алғың келіп тұр ғой, көлде. Болмайды, шыдау керек. Демалыс деп осыны айтыңдар. Кеттік. Мына жолдың бітетін түрі жоқ. 700 метр қалды деп жатыр. Біздің тугистағы картамыз. Тамақ болса болды екен, ona бері баса береді екен. 3 километр, 5 километр қарамайды екен. Спортсмен болсаң осы күліп ойнап жүре бересің. Смело шығып кетесің. Любой тауға. Түскесін сразу неге Шымбұлаққа барып келейік жаяу. Шыққасын. Шыққасын осылай шығу керек қой. Зыр етіп жетіп. Біз барамыз дейінше олар уже қайтады ғой. Біз почти жетіп қалдық. Дамбыға келдік. Осы дамбының ар жағы су болу керек негізінде. Сондықтан настроениеміз сәліп көтеріп келеді. Навері бітті. Келесте бармайын дейді. Болды. Видеода бар бәрі. Так что тауға баратындар болса комментарий жазып қойыңдар. Жолдарды білем, өзім апарам. Подписчиктермен барам келесте. Ох, ё-моё! Ё-моё! А? Қалай, реакцияң қалай? Ё-моё! Вау! Вау, вау! Бұндай көрініс. Осы үшін келгенбіз ғой біз. Ё-моё! Мына қараңызшы. Күшті. Қалай Навера? Қандай көрініс. Айта алмайым. Супер. Бұны бұлай камерамен көрсетіп сіздерге жеткізу мүмкін емес. Бұл жерге не керек? Бұл жерге дрон керек.
Болды, мен қайтып бара жатырмын. Набираға барам. Сөйтіп екеуміз бірге түсеміз астыға. Астыға түсу оңай болып саналады ғой, енді қалай болғанда да. Демалыс күндеріңізді осылай өткізіңіздер, таза ауада саяхаттап немесе табиғатқа шығып, жаңа энергия алып. Бұның бәрі біздің денсаулығымызға пайдалы, біріншіден. Екінші жағынан көзіміз ашылады. Өте керемет, маған ұнады. Енді Құдай қаласа кішкене демалып, 1-2 аптада бір рет басқа да биіктерге шығу керек. Көкжайлау деген жер бар. Одан кейін Поляна Терра дейді. Ол да ондай қиын емес маршрут болып саналады. Соларды көру керек. Бұйырса көреміз онда. О, мына жерде адам демалып жатыр екен. Қандай рахат, иә? Ұйқыға тиіп отыр. Ал осымен сапарымызды аяқтауға дайындаламыз. Көлде демалдық, отырдық, біраз Тамақ іштік. Енді ұзақ жол алды. Үйге қарай жол. Кеттік па? Кеттік. Мынандай жолда малина теріп жатырмыз. Өзі өсіп тұр, иә? Күшті қандай. Давай жиналайықшы. Жуалып дәмін көреміз. Түспей жатырмыз. Түспей жатырмыз. Прям ондай жеп жеңіл болмағанмен, бірақ түсу деген қайда оңайырақ. Бағана өткен жерлеріміз. Бүгін біз табиғатқа тойдық. Жақсы демалдық. Не болса да. Осы тойғанмен енді үйімізге қайтамыз. Көргендеріңізге рахмет. Бізге әлі қайда жүретін жол алыс. Мен қоштасып жатырмын. Осымен сау болыңыздар. Біздің арнаға жазылыңыздар. Комментарий жазып, бізді қолдап жіберіңіздер. Сау болыңыздар.